Келесі құрмалас сөйлем түрлеріне тоқталып өтейік. Құрмалас сөйлем, қайталап айтам, бірнеше жай сөйлемнен тұратын, яғни күрделі сөйлемдерден құралған сөйлемді құрмалас сөйлем деп айтамыз. Ішінде кемінде бірнеше жай сөйлем болуы керек, екі немесе одан да көп. Ал енді сол құрмалас сөйлемнің түрлері бар өз ішінде. Мен қазір салалас сабақтасын түрлерін айтқалы тұрған жоқпын. Бірінші сол құрмалас сөйлемнің өзінің түрлеріне тоқталып алайық. Енді құрмалас сөйлемді біз екі құрамды, көп құрамды деп бөлектейміз. Екі құрамды дегеніміз ішінде екі жай сөйлемнен тұратын құрмалас сөйлем түрлері, ал көп құрамды дегеніміз екіден аса, үш немесе одан да көп жай сөйлемнен құралатын сөйлемдерді біз көп құрамды құрмалас сөйлем дейміз. Енді екі құрамды құрмалас сөйлемдер ішінен салалас құрмалас сөйлем және сабақтас құрмалас сөйлем деп бөлінеді. Салалас құрмалас сөйлем ішіндегі жай сөйлемдерінің баяндауыштарының тиянақты болуымен ерекшеленеді, ал сабақтас құрмалас сөйлем керісінше алғашқы сөйлемнің баяндаушы тиянақсыз келуімен ерекшеленеді. Мысалы, салалас құрмалас сөйлемге мысал келтірейік. Көктем шыға ауыл ерекше күйге бөленеді, бала шағаға дейін шаруаның қамына кіріседі дейді. Міне, сөйлем ішінде екі жай сөйлем бар. Көктем шыға ауыл ерекше күйге бөленеді деген жерге дейін, бала шағаға дейін шаруаның қамына кіріседі. Екінші жай сөйлем тұр мына тұсқа дейін. Сонда, бірақ ерекшелігі бұлардың баяндауыштары тиянақты. Баяндауыштары тиянақты деген сөзіміз сөйлем аяқталып тұрған сияқты. Бөленеді, бөленіп емес, бөленеді. Одан кейін бала шағаға дейін шаруаның қамына кіріседі. Мына тұста нүкте қойып тастауыңа болады. Сен мына сөйлемді ажыратып тастауыңа болады. Оңай-ақ. Түсінікті ма? Осы жерде саласы мен сабақтасының айырмашылығы көрінеді. Көктем шыға ауыл ерекше күйге бөленеді, бала шағаға дейін шаруаның қамына кіріседі дейді. Келесі сабақтас құрмалас сөйлем алғашқы сөйлемдегі баяндауыштың тиянақсыз болуымен кейінгі сөйлемге бағынуымен ерекшеленеді. Мысалы, көктем шыға ауыл ерекше күйге бөленіп, бала шағаға дейін шаруаның қамына кіріседі. Қараңдар, сендер мына жерден бөліп тастап бөлек-бөлек сөйлем қыла аласыңдар ма? Баяндауыш тиянақсыз қалды ғой. Көктем шыға ауыл ерекше күйге бөленіп деген сөйлем болмайды. Бүйтіп аяқталатын сөйлем болмайды. Түсінікті ма? Сондықтан міне мынау тиянақсыз деп отырған сол бөленіп, бала шағаға дейін шаруаның қамына кіріседі дейді. Мына демек мына басындағы бірінші сөйлем екінші сөйлемге бағына байланысты тұр. Егер мына екінші сөйлем болмайтын болса, мына сөйлем аяқсыз қалады. Түсінікті ма? Ал енді осының алдындағы мысалға назар аударыңдаршы. Бұл жерде мына жерден сен сөйлемді аяқтап тастауыңа мүмкіндігің бар, себебі сөйлем тиянақты бөленеді деп аяқталып тұр. Келесі көп құрамды аралас құрмалас сөйлем. Көп құрамды деп отырғанымыз сол аралас құрмалас сөйлем. Құрмалас сөйлемнің түрі. Құрамдағы жай сөйлемдер бір-бірімен салаласа да, сабақтаса да байланыса береді. Ерекшелігі мына салаластағы жай сөйлемдер тиянақты байланысатын еді, сабақтаста тиянақсыз байланысатын еді, ал араласта тиянақсызда аралас байланыса береді. Мысалы, көктем шыға ауыл ерекше күйге бөленіп, тиянақсыз сабақтасқа сай келеді, бала шағаға дейін шаруаның қамына кіріседі. Бұл неге сәйкес келеді? Салаласқа сәйкес келеді, өткен баяндауыш тиянақты. Кешегі жас бала кәдімгідей көмекшіге айналады дейді деп сөйлем аяқталып тұр. Көрдіңдер ма? Яғни мына бір сөйлемнің ішінде үш жай сөйлем тұр. Ол үш жай сөйлем бір-бірімен салаласып та сабақтасып та байланысып келіп тұр. Баяндаушы біресе тиянақсыз, біресе тиянақты. Көрдіңдер ма? Осындай міне үш сөйлем тұр. Бөленіп деген жерден кіріседі және айналады деген жерге дейін үш жай сөйлем тұрғандықтан бұл көп құрамды жай сөйлем болады. Көп құрамды құрмалас сөйлем болады. Себебі сабақтас пен салалас бұл міндетті түрде екі құрамнан тұруы керек. Ал көп құрамдыны біз салаласа да сабақтаса да байланыса береді деп айтамыз. Өйткені ол үш жай сөйлемнен көбірек сөздермен байланысады.